Сәлеметсіздер ме? Бізде өте нәзік жаңа жылдық салаттың рецебі. Ет пен балқытылған сұрықтың дәмі ерекше ұйқасқан салат. Ең бірінші пиязды майдалап турап алып, тұз, қант, уксус, су қосып 10 минутқа маринаттауға қойып қоямыз. Пиязымыз жұмсарып, ашты дәмі кету үшін. Мен алма уксусын қостым, сіздер үйде бар уксусты қоса берсеңіздер болады. Етті қолмен майда бөліктерге бөліп, немесе майдалап турап үлкенірек тарелкаға бір келкі етіп жаямыз. Оның үстіне маринатталған пиязымыздың суын төгіп, пиязымызды еттің үстіне жаямыз. Менде осындай кондитерлі мешок бар. Арнайы кішкентай тесігімен осыны қолдансаңыздар болады, немесе үйден салфаннан жасап алсаңыздар болады. Оның үстіне картошкамызды майда үккіштен өткізіп, тағы да кішкене картошка үккіштен өткізіп жібереміз. Картобымыз көп майонезді сіңдіріп алатындықтан көбірек майонез жағамыз. Бір орташа піскен сәбізді де майда үккіштен өткізіп алып, майонезден сетка жасаймыз. Бір кішкентай картопты тағы да үккіштен өткізіп жүрем. Егер сіздер қаламасаңыздар, өткізбей қойсаңыздар болады. Бетіне майонезден жақсылап сетка жасаймын. Және 2 балқытылған сұрықты алдын ала 1 сағатқа тоңазытқышқа қойып аламыз, үккіштен оңай өткізу үшін. Сұрық дружбаны алсаңыз, салатқа өте ерекше дәм береді. Бетіне жақсылап молынан майонезден сетка жасап, жұмыртқаның сарысын үккіштен өткіземін. Тағы да майонезден сетка жасаймыз. Және ең соңғы беткі қабатына әппақ қардай қылып, ақ көйлектей қылып, жұмыртқаның ақуызын үккіштен өткізіп, әдемілеп бетін әсемдейтін боламын. Аз көппен қалауларыңызша әсемдесеңіздер болады. Дәмі өте нәзік, балқытылған сұрықтың дәмімен ет ерекше ұйқасқан. Келген қонақтардың барлығы дерлік осы салаттың рецебін сұрайды.